Армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, Алашаландар қозғалысынан. Бүгін 16 желтоқсан 2021 жыл қазақ халқын тәуелсіздік мейрамымен құттықтап кеткім келіп отыр. Екіншіден, бүгін қаралы күн деп есептеледі. Сол 1986 жылы көптеген қазақтың жігіттері, қыздары, орыс басшы бізде болмайды деп қарсылығын білдіріп, қазақтың бар екенін, қазақтың намысы бар екенін білдіріп көшеге шығып, көптеген қазақтың қыздары, жігіттер сол кезде қырылып кетті. Өздерінің ерлігімен, өздерінің намыстарын қазақ екенін көрсетіп, осы күнге біздің тәуелсіздік алып келуге ықпал жасады. Сол аға бауырларымыз, әпкелеріміз қайтыс болған жандар жұмақта болсын дейміз. Құран бағыштаймыз. Қасымызда жүрген қазіргі желтоқсаншы аға бауырларымызға, әпкелерімізге мыңда бір алғыс айтамын. Екіншіден, қаралы күн ол Жаңаөзендегі өз жалақысын талап етіп, өз еңбектерін бағалау үшін 7-8 ай бойы көшеде тұрып, осына диктаторлық режимнің арқасында қырылып кеткен аға бауырларымыздың жандары жанатта болсын. Бір мәліметтер бойынша 400-дей адам қырылды деп отыр. Оны кейін біле жатармыз. Күнәлі адамдардың бәрі өз кезінде, келген кезінде өздері жауап береді. Мына енді біз өзімізді тәуелсіз мемлекетпіз деп есептейміз. Мен өзім ойлаймын, біз тәуелсіз емеспіз. Біз қазіргі кезде Қытайға тәуелдіміз. Біз Ресейге тәуелдіміз. Біз әлем билейтін кландарға тәуелдіміз. Біз семьяға тәуелдіміз. Байларға, олигархтарға тәуелдіміз. Мен енді Алла Тағаладан сұрайтыным 2022 жылы 16 желтоқсанда біз қағаз жүзінде ғана емес, біз шынайы тәуелсіз мемлекет болайық. Қытайға да, Ресейге де, әлем билейтін кландарға да, диктаторлық режимге де тәуелді болмай, нағыз тәуелсіз мемлекет болып, билік басына елім жерім деген мықты азаматтар келсін. Мықты мамандар келсін. Жемқор жүйені өзгертсек, дүниеде қазақтан бай мемлекет болмайды. Оған мен өз басым сенемін. Ол үшін әр қазақ саясатпен айланысып, жердің асты үсті байлығының иесі қазақ екенін түсінуіміз керек. Болмайтын утилизбор дейміз, сергек дейміз, басқа да қазақтың басына төніп отқан ауыртпашылықтың бәрін біз алдыртып тастауымыз керек. Ол өз қолымызда. Ол үшін қазақ бірігу керек. Ол үшін айтып шығу керек. Біз қазір біздің ең үлкен көмегіміз болады. Біздің қорғанымыз болады. Біз Туран одағына қазір кіріп жатырмыз. 24 ұлт бірігетін болсақ, 500-600 миллиондай боламыз. Ертеңгі күні Украина, басқа мемлекеттер қосылып жатса, мұсылман мемлекеттер қосылып жатса, біз 1,5 миллиардтай адам боламыз. Сол үшін күш бірлікте, құрметті бауырлар, Алладан тілейтінім, Туран одағының қара шаңырақтың иесі біз қазақтар. Түркістан алла бұйыртса, бүткіл Туран мемлекеттерінің астанасы болса, қазақ тілі бүткіл Туран одағының ортақ тілі болса, Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман бізге тезірек тусын. Сол заманға аман есен жетейік, құрметті халайық. Бәріңіз жақсы көремін. Аман болайық, бар болайық. Рахмет.